Баршаларыңызға қайырлы таң. Бүгін кеше балдар сабаққа барамыз ба деп қуанып қалып еді. Таңертең тұрса онлайн деп кеп тұр екен. Енді сөйтіп бауырсағын бір қайырып қойдым да. Бүгін қайынсіңлімнің туған күні, соған жұмысына мант істеуім керек. Соған қамырын бастырып қойдым. Балалар тұрам дегенше осы маникашаларын пісіріп, барлығы тұрғаннан кейін кашаларын беріп алдым. Әніміне дейінші сағат уже 10 болыпты. Тезірек мантыға кірістім. 12-де уже жұмысына доставкамен жіберу қажет. Осылай балалармен арпалысып жүріп тез турадым. Тек ол қайынсіңлім тек фаршпен жуадан ғана істе деді жұмысына. Осылай бәрі жағаласып, жанталасып, аяғымның астына оратылып жүр ғой. Шамам маған аздау болғандықтан кішкене мен капуста қосып жібердім. Бірақ күшті болды соның өзінде. Қолдың фаршы, майлысын ал дегенмін. Осылай кішкене капустамды да қосып жібердім. Тұз бұрышын салып, тезірек кірісейін дедім. Жуасы аз оқаған екен. Тағы да көзім тоймай 3-4 түйір жуа ашып салдым. Мына жуалар да күтті екен қырсыққанда. Асығып атқан кезде дәу жуа болған жақсы ғой. Ол жуалар далада қалып қойып үлкен үсіп кетіпті. Осылай тез араластырып дайындадым. Қамырымды жаюға кірістім. Жан-жағымды жинап алдым. Қыздарымды мамам біз де түйік деп қамыр жайғанымды күтіп жүр. 3 суала қамыр шықты. 3 үлкен күлше. Тез өйстіп апыр-топыр жайдым. Азбучкамен сөйлейтін кезде тіпті не айтарыңды да білмейді екенсің. Осылай тез қамырымды жайып тастадым да. Арасында балдардың памперсін кигізіп, сүтін беріп, сөйтіп үлгеріп жатырмын ғой. Осылай кесіп қыздармен күтіп тұр тез тиюге. Осылай кесіп дайындап бердім, салып, қолдарымды жуып келіңдер деп жібердім. Қолдары жуып келді. Егіз қыздарым істеген құрлы істеді. Ананы өйт, мынаны бүйт деп енді әлі бірінші класс оқиды ғой. Сөйтіп үйреттім, жақсы дейді. Бұлардың да көмектер тиіп, пайдаға жарағаны осы, қыз өсті деген осы. Мінекей. Екеуі ананың пұтына кигіз, ана сүтін бер деп дайындап берем. Екеуі барлығын істейді, Аллаға шүкір. Осылай тез бір мантоварканы дайындап, листін салып қойдық. Уже 11 болды сағат. Уже 12-де беру керек. Подлипкасын істеуім керек әлі. Тез осылай мантоварканы майлап, мантыларында жайғастырдым. Орнынан бәрі жағаласып жүр ғой. Ана 3-ші қызым ол бүлдіруге әлек. Арасында бауырсағым бар, туған бауырсағымды тез майын қыздырдым да. Мантыны қойғаннан кейін бауырсағымды пісіруге кірістім. Мына уже біреу бесікте, біреу жерде ұйықтап қалды. Осылай жан-жағым бардак болып шашылып жатыр. Главный тез мантымды пісіріп беріп жіберім керек болып тұр ғой мен жұмысына. Өзімізге екінші листі манты жасадым. Екінші мантоварка өзімізге асқабақ та қостым, жуа да қостым, сәбіз де қостым. Кішкене капустаны да қосып жібердім. Өйткені біз үйде адам шүкір көп болғандықтан. Осылай екінші партия жасадық. Қыздарымды қайнашып жайып уақыт шыдамай жүр. Тез түйіп тастадық. Арасына нан салып қойдым тапаға. Ол көтеріліп, астын жағам дегенше қызып көтеріліп тұра берсін деп. Осылай мен қаздың астына пісірем. Жан-жағыма мән бермей қойыңыздар. Осылай фотоотчет келді, дәмді болды, тамақ қалмады деп. Арасында бағана қалған бауырсақты да пісіріп алдым. Енді бәрі біткеннен кейін дым болмағандай қаншама сағат істейсің, 5-10 минутта жеп тастайсың өстіп. Артынша қарқын посудаларды жуып тастадық. Азында кірген кухнядан түстен кейін бірақ шықтым ғой. Үйделерге тамақ бердім, обед бердім. Одан атамда енем келді. Оларға тағы обед бердім. Одан қайным келді. Оған тағы обед бердім. Сөйтіп жүргенде уже түстен кейін 3:30-4 болған білмей қалыппын. Уже кешкі тамаққа кірісетін уақыт жетті. Әйел адамның тірлігі бітпейді, кухняда жүре берсе. Осылай газдың үсті деген
2 күнде қап-қарасы шығып кетіпті, кометім таусылып тұр, азелит те таусылып тұр. Амал жоқ, енді осылай феримен лаждап газымды тазалап алдым. Ана фольга жаяйын десем, фольганы бір рет жайып едім, ол ұнамады, жыртылып қала береді. Сосын жайған жоқпын, құрсыншы деп. Айлық түстен кейін кеше кішкентай қызым ұйықтап қалған, сол суға түспей, соны суға түсіруім керек. Әйел адам тірлігі бітпейді. Кухнядан әлі шыққан жоқпын деп қыздарыма ұрсып қоямын. Уже олар біреуі шай тамақ болса, екінші кеп тамақ, мама, анау мынау деп сұрайды. Мен әлі кухнядан шыққан жоқпын деп оларға ұрсып қоямын. Осы біздің тірлік. Осылай жинап, деп шықтым кухнядан. Кешке тамақ істеуге крем деп шықтық.